Бұдан 30 жыл бұрын 1993 жылы 1 қыркүйекте Ақтау қаласында Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің нөмірі 135 бұйрығына сәйкес Маңғыстау өнер училищесі ашылған болатын. 1996 жылы Маңғыстау өнер училищесі Маңғыстау облысы білім басқармасының нөмірі 21 бұйрығымен Маңғыстау өнер колледжі болып қайтадан құрылды. Маңғыстау өнер колледжі осы уақытқа дейін 1500-дей мамандар дайындап шығарды. Олар қазақ өнерінің рухын жоғарылатып, Біріккен Араб Әмірлігінде, Түркменстанда, Өзбекстанда, Ресейде, Түркияда, Германияда, Италияда және тағы басқа алыс жақын шетелдерде өнер көрсетіп, ел абыройын асқақтатып келеді. Оқытушылар ғылыми зерттеу жұмыстарын дайындауда да үлкен табыстарға қол жеткізіп келеді. Жаңбыршы Айтберген Нарату 1, Нарату 2 күйлер жинағын, Маңғыстау ырғымалары, Мен қашанғы жүйрігің атты ән жырлар жинағын, Қарасай Қази атты жырдастандар жинағын шығарды. Бұл кітаптың ішінде Сержан Шәкіраттың орындауындағы күйлер, Хадиша Балапашқызының, Роза Айдарбаеваның нотаға түсірген ән күйлері бар. Рахат Мадриевтің ұлт аспаптар оркестріне лайықтап өңдеген Адайдың ілме күйі, Қос айырған, Күнтай, Шәмші Қалдаяқовтың Бәрінен де сен сұлу әні, тағы да басқа партитуралары жарық көрді. Сержан Шәкіраттың Домбыра мұра, Дәулескерлік дәстүр, Роза Айдарбаеваның Ақжарма атты аудиодискілер жарық көріп, республика деңгейінде тыңдармандар ризашылығына ие болды. Колледж түлегі домбыра прима пәні оқытушысы, үздік дирижер әрі студенттік оркестрдің жетекшісі Бауыржан Көбенғалиев домбыра примаға лайықталған шығармалар атты 2 кітап шығарды. Бұл еңбектердің жас дарындардың орындаушылығын ұштау және Маңғыстау күйшілік мектебінің кең түрде насихатталу жолында маңызы зор. Колледждің кәсіби шеберлігі мықты оқытушылары World Skills стандартына сәйкес дәстүрлі өткізіліп отыратын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтер арасындағы мәдениет және өнер саласындағы республикалық конкурстың жеңімпаздары атануда. Студенттер де World Skills кәсіби шеберлік чемпионатына қатысып, облыстық көлемде жүлделі орындар иеленуде. Колледж студенттері әр жылдарда Шабат, Самғау, Жұмира Сонс, халықаралық шығармашыл жастар фестивалі, Жұбанов көктемі, Түркістанды аңсау фестивальдері, республикалық жас орындаушылар сайыстары, Құрманғазы, Дина, Қазанғап, Мұрат Өскінбаев, Есір Айшуағыл атындағы республикалық байқаулардың лауреаттары атанып келеді. Жыл сайын колледждің үздік студенттері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қоры стипендиясының жеңімпаздары атанып, қор шәкіртақысына ие болып жүр. Дуальды оқыту жүйесінде білім алған студенттер әлеуметтік серіктес мекемелер, Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармония, Нұрмұхан Жантурин атындағы музыка драма театрында тәжірибелерден өтіп, кейіннен сол мекемелерге қызметке орналасады. Колледж түлектерінің жұмысқа орналасу бойынша көрсеткіші жоғары деңгейде. Колледж түлектерінің 60% жоғарғы оқу орындарының студенттері атанса, 35% өз мамандықтары бойынша өңіріміздегі балалар музыка мектептерінде, облыстық филармонияда, мәдени ағарту мекемелерінде, студияларда қызмет етіп жүр. Ал 5% өздерінің жеке өнер студияларын ашып, болашақ ұрпаққа мәдениет саласын дәріптеп, ел экономикасын дамытуға өз үлестерін қосып келеді. Маңғыстау өнер колледжінің түлектері Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Абылай Тілепбергенов, Шапағат медалінің иегері, мәдениет саласының үздігі, Жорға би ансамблінің негізін қалаушы Серік Сариев, Отырар саз Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық фольклорлық этнографиялық халық аспаптар оркестрінің әртісі Ботагөз Ибраева, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақ әуендері акционерлік қоғамының вице-президенті Нұрболат Мұсағалиев сынды мәдениет саласының үздіктері секілді шәкірттерімізбен мақтанамыз. Өткен тарихынан ғибрат алып, болашаққа нық сеніммен басып бара жатқан білім ордасы нарық талаптарына сай кәсіби құзыреттіліктері қалыптасқан мамандарды даярлап, алдағы уақытта да жоғары белестер биігінде тұрары хақ. Әрбір оқытушы, әрбір маман, әрбір студент өз үлестерін өнерді өркендетуге, еліміздің рухын көтеруге жұмсап, абырой биігінен көріне берері сөзсіз.